Барлығыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода ағылшын тіліндегі сын есім тақырыбы туралы айтылатын болады. Егер сіз осы тақырып туралы білгіңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Сонымен қатар каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Сын есім сөз табы ағылшын тілінде adjective деп аталады, ал сөйлемде зат есімнің алдында қолданылады. Сын есім дегеніміз adjective, зат есім дегеніміз noun деп айтылады. Ал ендеше келесі мысалдарға назар аударайық. It's a nice day today. Бұл жерде nice дегеніміз сын есім, day дегеніміз зат есім. Яғни бүгін жақсы күн деп аударылады. Келесі екінші мысал, Laura has brown eyes. Brown дегеніміз сын есім, eyes дегеніміз зат есім. Яғни Лаураның көздері қоңыр деген мағынада айтылып тұр. Келесі мысал, There is a very old bridge in this village. Яғни бұл жерде old дегеніміз сын есім, bridge дегеніміз зат есім. Сөйлемді аударайық. Мына ауылда өте ескі көпір бар. Келесі мысал, I don't speak any foreign languages. Бұл жерде foreign дегеніміз сын есім, languages дегеніміз зат есім. Сөйлем, мен ешқандай шет тілдерін білмеймін деп аударылады. Сонымен қатар, ағылшын тілінде сын есім to be етістігінен кейін қолданылады. Яғни to be етістігі дегеніміз am, are, is және басқалары. Мысалға назар аударайық. The weather is nice today. Бұл жерде is дегеніміз to be етістігі, nice дегеніміз сын есім. Сөйлем, бүгін ауа райы жақсы деп аударылады. Келесі мысалға назар аударайық. The flowers are very beautiful. Сөйлем, гүлдер өте әдемі деп аударылады. Бұл жерде are дегеніміз to be етістігі, beautiful дегеніміз сын есім қызметін атқарып тұр. Келесі кезекте ағылшын тілінде сын есім look, feel, smell, taste, sound сөздерінен кейін қолданылады. Look бұл бір нәрсенің немесе біреудің сыртқы көрінісіне байланысты қолданылады. Ал feel сөзі сезімге байланысты қолданылады. Түсінікті болу үшін келесі мысалдарға назар аударайық. You look tired. Яғни бұл жерде tired дегеніміз сын есім қызметінде тұр. Сөйлем, сен шаршаған көрінесің деп аударылады. Yes, I feel tired. Сөйлем, я, мен шаршадым деп аударылады. Яғни бұл жерде де feel сөзінен кейін сын есім қолданылып тұр. Келесі, smell иіске байланысты, taste дәмге байланысты, sound дыбысқа байланысты қолданылады. Мысалы, it sounds very interesting. Сөйлем, ол қызықты естіледі деп аударылады. Келесі, it doesn't smell good. Оның иісі жақсы емес деген мағынаны білдіреді. Міне достар, бүгінгі айтылатын мәліметтер өз мәресіне жетті. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген болсаңыз, видеоны қайта қарауды ұсынамын. Сонымен қатар, мына берілген тапсырманы өз бетіңізше орындап көріңіз. Тапсырма бойынша сіз сөздердің реттілігін дұрыс жазып, 5 сөйлемді құрауыңыз керек. Жауабыңызды пікір ретінде қалдырсаңыз болады. Осымен видео өз мәресіне жетті. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдауды ұмытпаңыз. Ал қазірше сау болыңыздар.